Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге қарапайым, дәмді сметаниктің жасалу жолын көрсететін боламын. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, подписаться басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза ыдысымызға ситодан өткізілген ұнға қопсытқышты саламыз. Үстіне қант салып, жұқа қылып туралған сары майды қосамыз. Бәрін қолымызбен осылай араластырып, қысып, песочный қамыр шығарамыз. Осылай барлығын бірігетіндей болады. Үстіне жұмыртқа салып, қамырды біріктіреміз. Мінекей осылай дайын болған қамырды тоңазытқышқа 30 минутқа салып қоямыз. Сыртын пищевой пленкамен қаптап қойған дұрыс болады. Видеом ұнап жатқан болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Қамырымызды тоңазытқыштан алмас бұрын мен формамды дайындап аламын. Менде форманы қолдану мақсатында 24 сантиметр етіп кольцоны пайдаландым. Енді осы формамызға қамырдың жартысын астына жаямыз, жартысын шеттерін жасайтын боламыз. Қамырды осылай бөліп дайындап алсаңыздар, барлығы толығымен жететін болады. Каналыма тіркелмеген болсаңыз, каналымның дамуына үлес қосып подписаться басуларыңызды сұраймын. Бұл заказдан ешқашан төмен түспеген хит пирог, сол себепті де сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Мәне осылай барлығын жайып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай қатты қалың емес, жұқа қылдырып жаямын. Барлығын дүзулеп қолмен басып шықтым. Ендігі кезекте салмасын дайындайтын боламыз. Таза ыдысқа қаймақты салып, қантты және де жұмыртқаны саламыз. Осы жерде дәм беру үшін шым ванилин себуге болады. Шанышқымызбен бар жоғы 20 секунд араластырып, салмамызды дайындаймыз. Жаңағы дайындап қойған қамырымызға дайын салмамызды саламыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 45-50 минут пісіріп аламыз. Беті сарғайғанда ішінің толық піскендігіне сену үшін ағаш таяқшамен тексеріп алған дұрыс. Мәне осындай сап-сары, үлпілдек, дәмді жұмсақ болып шығады. Формадан әбден суытып болған соң кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Каналымда басқа да видеоларымды көріп, бағалап кетіңіздер.